Ең тыйымды ашығу сумен ашығу болып табылады. Сумен ашығуды таңертеңнен бастаған дұрыс. 21-28 күн аралығында түске дейін еш нәрсе жемей, аптасына бір рет 24 және 36 сағаттық тек сумен қоректену арқылы организмді толық тазартуға болады. Сумен ашығуды түске дейін ұстанғанның өзінде 2 аптада нәтижесі біліне бастайды. Яғни организміңіз толық тазарып, қалпына келе бастағанын өзіңіз байқай бастайсыз. Сумен ашығуда қолданатын арнайы приложение бар. Оны сіздер Моя вода деген приложение, осыны басып алсаңыздар болады. Күнделікті қанша су ішкеніңізді көрсетіп тұрады. Міне осылайша тұрады. Яғни осы жердегі мына бөлімді басасыз. Настройкаға кірген кезде, мысалы, дневная норма деген жерге кірсеңіз, мысалы, сіз ер адам болсаңыз, өзіңіздің салмағыңызды 75 кг деп көрсетесіз және 2000 мл екенін соны жазады. Қаншалықты су ішкеніңізді көріп, тексеріп отыруыңызға болады. Ол үшін настройкаға кіреміз да, түрлерді таңдаймын. Мен су деп таңдадым. Бір күнде қанша ішкеніңізді белгілеп 200 мл, яғни кен ішпегеніңізді осылайша көрсетіп отыруға болады және оны қосуға немесе алып тастауға болады. Ішсеңіз плюс, іштім, ішпесеңіз ішпедім. Ертеңгі күннің осы ішілген сулардың көлемі тұрады. Бір күнде қанша сұйықтық ішкеніңізді анықтап беріп отырады. Бұл приложенияның ең пайдалы жағы. Бүгін мысалы мен түске дейін 35% іштім деген сияқты, осылайша қаншалықты су ішкеніңізді нақтысын осы приложениеден біліп отыруға болады.